Ünsіздік бастайын. Уже келді. Өтепова Балзия, Жұмабаев Махат, одан Мәлік, Сарбупиев Абантай, Сейітов Абантай, Ажыбаев Болат, Темірбеков Жалғасбек, Хайруллин Рахмет, Жақсығалиев Сағындық, Ақтанғалиев Еркінғалиев, Ирсанов Бауыржан, Жұмашев Марат Тілекқабыл, Мақашева Ботагөз, Атмақова Қадиша, Ахмет Дебатов, Шаукинов Ахметжан, Алиманов Аманжол, Тажибаева Айғанша. Міне бір минут үнсіздік жасадым. Жолдас Күмсай. Ерман бізге 50 жылдықтан бастап қосылды. Енді мына арамызда жездеміз отыр. Қайырымның жолдасы Абай. Кластасымыз Баян. Баянды, орыс классында оқыды. Баян. Жолдасы Рамазан. Енді сол 4-5 жыл болды қайтыс болғанына. Көптен Амиба. Мен жолдасым. Мынау кішкентайдан бірге өскен 6 бала бар еді. Соның біреуі Олихан, жолдасы Жанна, екіншісі Айсағали, жолдасы Абдилла. Бірінші класста бірге оқыған руымызға Олихан жайында бір кішкентай айтып жіберейін. Қояда қойға барып, қожа келді, үйінен біздерге ыстық табанан береді. Соны барып табанан жейміз. Соны сағатта кешіп қаламыз. Соны бәріміз келе жатамыз. Сосын неде қарасақ базар көйшіп жатады қаштешіміз. Соны ұшта кетіп жаңа бір жатып қаламыз. Жақты базар көйшіп келіп тұр, аяқ тұрыңдар дейді. Біздер қайсыға да бәріміз тұрып жатырмыз. Олихан, басын бұғыват жатыр. Қазып бәрі көрді бұл. Өмірдің қызықта сондай болған. Кезінде Жексенбай болды. Моншақ Темірбек Моншақ біздің классымыз. Владчика Рахова кезіндегі спортсмен биіктікке секіруден осы бірталай орын алып мектебіміздің намысын қорғаған. Қабия біздің Жұмашев Мараттың жолдасы. Сарычка, мен құдағайым, екеуі де құдағайым. Сарычка Кедзоның Бауыржан, Ирсанов Бауыржан, Ирсанов. Сәке біздің менің әрі болсын, әрі жаңағы досымыз Мәліктің, Баданов Мәліктің жолдасы. Баталай жүрбірге. Жолдасы Сенева ертеңтен әксі болды. Атақты әнші біздің осы кішкентайымыздан мектептің атағын шығарып жүрген жолдасы Камшат. Көрсінгенін ән айтып, той сайын тойдың шашын қайырып қалай болсын солай. Мақтанамыз, Бауыржанмен мақтанамыз, Бауыржанмен Камшатқа айттым жолдасы деп. Болат Кенжегулов жолдасы Күләш Қызылтудікі. Енді Болатты көптен білесіздер, әкесі бізде мектепте директор болып, Совекадимның қолында оқыды. Мен кішкентайдан бірге өскен көршім Ру. Рамазан менен өтіп кетті, ертеректе Бишаев Рамазан деген тұрмысқа шыққан. Мынау Сарычка біздің
Ерегеннің жолдасы, Ереген. Мен күйеуімді айтқанмын ғой мен. Қаласаймын. Еркін, жолдасың Еркін, ұмытып кеттім, кешіресің, Ванечка. Ванечка, Еркін мені дәмдес болдың. Білем бұл. Есімнен Еркін толқиын бе бұны? Айттым, Ерегенді жолдасы. Мынау ауылымыздың бетке ұстап, физругі. Қазір, Абдыхамид Аққағаз жолдасы, алтын қосақ Аққағаз, жаңағы алтын белгісі, алтын алқа. Алтын алқа, оны айтып Ардагерлер кеңесінің төрағасы. Абдыхамид, иә. Көрізге мен жолдасы белман себепті мекені бәйтір. Мынау Ақбазу, Базарбай, Селимова құралай кезінде депутат болған бұл кісі. Трактор айдаған. Алтын құрсақтың біреуі осы мінеке. Құралай. Селимова құралай. Тәжімұрат, Байқатын Тәжімұрат. Досымыз, кішкентайдан бірге өскен Разия жолдасы. Көп жыл мұғалім болғанбыз. Әріптесіміз біздің ұмытпауымыз керек. Ең соңынан жүрек, бірақ қабатын ұмытпауымыз керек. Ал бұл қысқа өмірге келмек бар, кетпек барында ұмытпауымыз керек екен. Сондықтан да қасымыздағы жан жайсаң, адамдардың көңілін тауып, солармен бірге жүру. Енді бұл дүниеде ең басты бір сөздердің біреуі бұл ниет пен тілек және батаны күш екен. Мұрадан халқымыз тегін айтпаған басты байлық денсаулық деп. Ертеңгісін оянған мезгілде еш жеріміз ауырмай. Фамилиям Исқалиев Румадай, кемпірім Күмісай, ресейлік Оренбургтікі. Негізі бүгінгі кеште бізбен бұрын соң кездеспеген жандар бар ғой, сол себепті соны таныстырып кетейін деп жатыр. Дұрыс. Долсын десіп, бақ болып басымызға, бақдәулет қонсын десіп, бар болсақ қандай жақсы. Кездесу сирек болып, мәңгілік болып, жүздесу қандай жақсы, жақындар сирек болып қандай жақсы. Gözüm karardım, ak yüzümdü sarıldım. Boşalganda men senin aydım bağımdın. Şararından ayrıldım, el özümdü varıldım. Жұртымызға ең бірінші Аллаға мыңда бір рахмет айтқым келеді. Сол Алланың разылығымен бәрімізде бүгін кездесіп отырмыз. Рахмет. Енді көп не айтамыз? Ниетіміз оларда бұл. Мен Жусалда болғанда соның әкелері бәрі Жусалда болған сияқты солардың фамилиясын жайлап сұрастырып қарасам. Талай Жусалда болдым мен деген ертеде. Сол жақта кішкене малдарын жинап, халыққа еңбек етіп, соларға қамқоршы болған кісілеріміз. Түстібайда жаз сыртта мені төсеп жіберіп бәріміз қарсы алғанымыз есімізде. Өте 20 жылдықта күлашқа шақырады көктемді. Марат пен Қапияға кешікпей келем деп ең. Көктем өтті, жаз өтті, гүлдер өтті. Ай сәулелі, сыптыртал ай сәулелі таңдар өтті. Қарлығаш қанатымен келген арман, тырналар қиқуымен бірге кетті. Я постараюсь прочитать про одноклассников, про встречи одноклассников. Как им хорошо было встречаться
через много-много лет, через 50, через 55, енді біздерде де сондай кезең келіп жатыр. Полвека прошло с того момента, как школа с грустью проводила нас. И вот теперь приятно видеть это. Пришел навстречу наш прекрасный класс. И все изменились, временнейшее дело. И многих, я признаюсь, не узнаю, но мы с любовью вспомним все, что было, как мы читать, учились и писать. Здесь я хочу спросить моих одноклассников, кто же был нашим первым учителем? Конечно, все ответят. Полина Антоновна, а фамилия как? Эппингер, молодец. Это все-таки директор школы, многое время жила и училась в Будурте. Сонмен Катар, кто же был директором нашего? Сейчас у каждого свои заботы, есть чем гордиться и чем жалеть, но я желаю помнить эти годы и никогда душою не стареть. Сегодня дата золотников. Сол айтқандай Алла Тағала жазсын, бір жылдан кейін ба, 2 жылдан кейін бе, 5 жылдан кейін бе, Алла Тағаланың енді жазуы бойынша кездесуге жауын құлақ түріпті ғой. Асқар мен Оралбектей балуандар алысқанын астына ұрыпты ғой. Бауыржан Халиолла ұстаз ағам айтып жүр жұрт алдында жігітті ғой. Санасаң саусақ түгіл сан жетпейді, әйтеуір кілең мықты туыпты ғой. Қазақта жақсы деген адамдардың жартысы жымпитыдан шығыпты ғой. Зейнеткерлікке шықтым, осы Бауыржандардың қандастарым, бауырларым бәрін оқыттым. Бауыржан жақсы біледі. Менің жолдасым ресейлік Уәлихан да таниды, Мақсұт та, Айса, Бауыржан да таниды. Бауыржан жүргізбетін өнет, қатын құрдас. Отырдық бірге. Енді 53 жылдан кейін қайтадан кездесіп тұрмыз. Сондықтан енді қазір мен сенен бір жақсы өлең сұрайын. Баянмен айтасың ба, гитармен айтасың ба, домбырамен айтасың ба, мен шаруам жоқ. Бізде екеумізді өлеңге баулыған Роза Есенғалиева деген апамыз болды. Апайлар, Роза Есенғалиева өлең деген. Сол кісілермен бірге бригадаларға барып концерт құрамыз. Сосын астынан ана кісілер болып түседі. Біздер школда оқимыз соны. Астан, ай бала алып қояды дейді. Сөйтіп астан оңтардан кездеріміз болды. Мен содан бері 53 жыл өтті ғой кездестіріп. Ярайды жақсы, аман болайық, сау болайық. Бәрімізде немере, жиен, шөбере көріп жатырмыз. Алла Тағала көрсете берсін. Бізге тек қана денсаулық керек. Басқа ешкімге де келгенбіз. Жолына сені кім тосады екен, ұлтады сені кім қосады екен, көңілім неліктен ай қосады екен, арағым ай қиялап үзіліп қарадың ай, қандай сұлу жанарың
аналар аман болсыншы. Өсіп отырған балыңызға да мына кемпірдің мақтап бүгін мен де қол жайсам мен батамды берейін, отырған мынау халқыма бәріңе бақыт тілейін. Бастарыңа бақ берсін, өмірлеріңе жас берсін, Құдай пейілді арытпасын, қуаныштарын арытпасын, шаңырақтарыңа шат құйылсын, төрлеріңе дос жиылсын, ағайындарың қолдай жүрсін, дос-жарандарың қорғай жүрсін, балаларың қуаныш әкелсін, немерелерің жұбаныш әкелсін, марқұмдарға иман берсін, тірілерге ризық берсін, ел іші ауыл-аймақ аман болсын, елімізде тыныштық заман болсын, табиғат рызығын мол қылып беріп, дастарханымыз әр уақытта қазы қартаң мая толсын, адал достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын, берген батам сол болсын. Әумин.